27 маусым 2025 жыл. Жандосов көшесі. Ар жағымызда бізде наркоз, мына жақта бізде осындай үйлер салынған. Мына жерде ғимарат салынғанда офистарға. Ішінде офистар бар ғой, айтқанда. Мына жерге кафе ашып қойыпты міне, әп-әдемі қылып. Сонда бұл жерде не болмап еді? Мүгедектерге көтерілетін анау ештеңе. Подъемник деймін, сондай бірдеңелер болу керек, ештеңе болмаған. Соны айтып, бармаған жерім жоқ, шынымды айтайын. Ақыры салыпты, бірақ мен түсінбей тұрғаным мынау бар. Ал енді ары қарай бұны қалай түсіреді, соны түсінбеймін де. Мына жерде қоңырау болу керек еді, қоңырау жоқ. Неге мен көрмей тұрмын ба? Соны түсінбей тұрмын. Мына қалай қолданады, мынаны қалай түсіреді, қалай шығады. Ойбай, жазбай көрсеңші, міне жасап қойған. Бірақ мына жер мынаны түсіру керек қой, төмен қарай, оны қалай түсіреді? Соны түсінбей тұрмын. Мынау мына жағы немене мынау? Мынаны не қылу керек қой, мынаған қосу керек қой, әйтпесе түсіп кетеді. Или енді жасап жүр ме екен? Білмеймін, енді қойыпты, қазір ішіне сұрайын деп жатыр, бұны қалай түсіреді, қалай отырады. Анығын білдім, кіріп сұрадым. Ол жерде анау охранада отырған бір кісі отыр. Ол кісі айтады, оның түсіретіні бізде жоқ. Бізде болып еді, анау немен дейді, пультпен оны басады да түсіреді дейді. Ол анау администратор өзіне алып алды. Бұрын бізде еді, қазір бізде жоқ дейді. Сонымен айтты, мен келем, мына жерде ешқандай белгі жоқ, мынау қоңырау жоқ басатын. Мен қалай мынаған көтерілем? Енді анау мына қақсап бәле болды деп қойғандар ғой, мынаның үнін өсірейікші, мынау қайта айта берді деп. Бірақ енді қойды ма, до конца қою керек. Мына жерге қоңырау болу керек. Мен келдім, мысалы, мен коляскамен жүремін. Енді даже мына жерге қоңырауды бассаң, ол түсу керек та. Бір адам шығып, мынаны ашып беру керек. Или мына жерде бір не болу керек. Мынаны бассаң, өзі түсетін ғой. Ең арзан бір нені қоя салған ғой. Әйтеуір мынау біздің анау қайта айта бермесін деп. Бәледен аулақ. Жарайды, көреміз енді қазір. Акиматқа звондау керек, неге мынау жұмыс істемей тұр деп.